Ирандық Хамид Риза Алинагиян көп жылдан бері Қазақстанда өз кәсібін жүргізіп келеді. Достарының шақыруымен келген ол осы жерде болашақ жарын кездестіріп, тұрақтап, өз кәсіпорнын ашады. Жылына бірнеше рет туған еліне, ата-анасына барып тұрады. Алматыға жиі келетін олар да қазақтың қонақжайлығына тәнті болысты. Шетелдік кәсіпкер өз ісін дәнді дақылдарды экспорттаудан бастапты. Қазір ол Казагро бірлескен кәсіпорнына басшылық етеді. Кәсіпорын жоғары сапалы неміс құрал жабдығы арқылы Қазақстанда алғашқы болып мақсары майын шығаруда. Айта кету керек, май алынатын дақыл Жамбыл облысының алқаптарында өсіріледі. Өндіріс цехы да сол жерде орналасқан. Жергілікті тұрғындар 60 тұрақты жұмыс орны және маусымдық жұмыстармен қамтылып отыр. Қазір өнім Қазақстанда жасалған атауымен ішкі нарықта сатылып, Ресей, Қытай елдеріне экспортталуда. Алдағы уақытта Иранға шығару жоспары да бар. Кәсіпкер Қазақстанның болашағының зор екеніне сенімді. После 16 лет, как я осында тұрып жұмыс істеп жатқаныма 16 жыл болды. Қазақстанды екінші отаным десем болады. Мұнда халықтың қонақжайлылығы, табиғаты ұнайды. Инвестициялар үшін қолайлы жер іздеп жүрген барлық кәсіпкерлерге айтарым, Қазақстанға келіңіздер. Мұнда жұмыс істеуге қолайлы жағдай жасалған, көп мүмкіндіктер бар.